Сәлеметсіздер ме, қайырлы кеш. Бүгін біз методика пәнінен тесттерді қарастыратын боламыз. Алдымен біздің YouTube арнаға жазылып қойыңыздар, келесі тесттерді жіберіп алмаңыздар. Бірінші сұрақ: оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған ақпаратты 30% есте сақтауы үшін көрсетілім қажет. Өзгелердің қарағанда жоспарлауға көп уақыт жұмсауы мүмкін, бірақ жоспарды тез жүзеге асыра алатын оқушы сипатына сәйкес келетін өлшем ойлау қабілетінің жылдамдығы. Бұрынғы материалға оралу, ойға салу, дұрысын қабылдау, толық жауап беруге итермелеу мақсатында қойылатын қарапайым сұрақ. Түрткі болу. Жорамалдарды растау, тексеру үшін деректерді жинау, АКТ қолдану мен оқыту аспектісінің мысалы болып табылады. Тестілеу және растау. Ренсули мен Райс бойынша дарынды және талантты оқушылардың білімін жетілдіру қызметінің бірінші кезеңі. Жалпы зерттеу жаттығулар. Білімнің педагогикалық аспектісі, оқушыларға ғылымды оңтайлы түсіндіру тәсілі. Шиксен-Дмихайдың өзіндік мақсат сызбасы бойынша дағдысы жоғары оқушыға төмен міндет қоюдың нәтижесі. Зерігу. Дарынды талантты балаларды тексеру парағы бойынша мәселені шеше алатын оқушыларға тән ерекшелік, ақпаратты толықтырып, қайшылықтарын анықтап, мәніне тез жетеді. Оқушыны бағалау үшін қорытынды жасау үдерісі. Оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау. Ренсули мен Райс анықтаған дарынды және талантты оқушылардың білімін жетілдіру бойынша қызметтің бірінші кезеңін көрсетіңіз. Жалпы зерттеу жаттығулары. Сандық технологияны пайдалана отырып, ақпараттың орналасқан жерін анықтау, ақпаратты ұйымдастыру, түсіну, бағалау және құру қабілеті, ақпараттық сауаттылық. Мұғалімнің сыныптағы оқу үдерісінің тиімділігін айқындауына қажет факторлардың бірін көрсетіңіз. Балалардың қалай оқитынын түсінуі. Оқуды бағалауды оқу үшін бағалауға ауыстырылу шарты. Бағалау сипатын өзгерту. Дарынды және талантты оқушылардың табандылыққа қатысты сипаттамасы. Қойылған сұрақтары тиянақты, нақты болады. Бірінші жауап алу үшін және оқушының жауабын түзетуге көмектесу үшін қойылған сұрақ. Түрткі болу. Оқуды даралаудың шешуші критерийін көрсетіңіз. Білім алуды тәуелсіздікті қамтамасыз ету. Бағалаудың барлық түрлеріне тән сипаттамалардың бірі болып табылатын қорытынды. Оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау. Оқытуды қолданылатын әдіс-тәсілдерді жақсарту мүмкіндіктерін және осы мүмкіндіктерді іске асыру түрлерін анықтауға бағытталған бағалау түрі. Оқу үшін бағалау. Адамның жоғары деңгейлі дағды, білімді жаңа дағдыларға орайластыру арқылы оқу қабілетін белгілеңіз. Ұқсастық бойынша пайымдауы. Мұғалімнің көзқарасы, қабылданған шешімнің және іс-әрекетінің негізі. Ұстаным.